Бұл сабақта жылу процестерінің қайтымсыздығы термодинамика екінші санын айтамыз. Алдымен қайтымды процеске мысал келтірейік. Мысалға киноны алайық. Киноны біз мысалы сағат жарым қарай аламыз. Оны кері айналдырып, дәл сөйтіп сағат жарым кері қарай аламыз. Мұнда басы соңы, мұнда соңы басына қарай. Бұндай процестерді қайтымды дейді. Қайтымды процесс немесе қайтымды құбылыс. Сонымен қатар қайтымсыз процестер бар. Мысалға қантты алайық. Қантты шайға салсақ, ол еріп кетеді. Ал бұл шайдан қант кері өз бетімен қант болып бөліне алмайды. Сонымен қатар, мысалы, біз бір шелек суды шаша аламыз. Шаштық. Енді керісінше бұл су өз-өзімен шелекке қайтадан қайтып келмейді. Осындай процестерді қайтымсыз процесс дейді. Яғни олар тек қана бір бағытқа жүреді. Бізді қоршаған табиғатта барлық процестер қайтымсыз болып табылады. Себебі үйкеліс күші немесе жылу беру әр уақытта болады. Олар болғандықтан барлық процестер қайтымсыз болып табылады. Енді біз бәріміз білетін, оның алдында да айтып кеттік, ыстық денеден салқын денеге жылу беріледі, керісінше берілмейді. Бұл біздің жылу процесс қайтымсыздығына жақсы мысал бола алады. Осының барлығын қорыта келгенде, бізде табиғаттағы заңдардың қайтымсыздығына негізделген заң термодинамика екінші заңы деп аталады. Басқаша айтқанда, термодинамиканың екінші заңы деп қайтымсыздық процестеріне негізделген табиғат заңдарын айтады. Клаузиус деген ғалым термодинамика екінші заңын былай тұжырымдайды. Жалғыз ғана нәтижесі энергияны салқын денеден жылырақ денеге өткізе алатын процестің жүзеге асуы мүмкін емес дейді. Бұл не деген сөз? Салқын дене ыстық денеге жылу бере алмайды өз еркімен. Салқын денеден жылы денеге энергия беріледі тек қана еріксіз, яғни сыртқы күштер арқасында. Мысалы, суытқыштарды алайық. Суытқышта сыртқы күштер жұмыс арқылы энергияны салқын денеден алып, жылы ортаға өткізе алады. Осы термодинамиканың бірінші және екінші заңы екеуі де мәңгі қозғалтқыштар жосу мүмкін емес екенін айтады. Мәңгі қозғалтқыш деген ол өз-өзімен жұмыс жасайтын, тоқтамай жұмыс жасайтын қозғалтқыштар. Бірінші заң негізделіп жоққа шығаратын қозғалтқыш бірінші текті мәңгі қозғалтқыш деп аталады. Бірінші заң жоқ нәрседен энергия алып, жұмыс жасайтын машиналар шығаруға болмайтынын көрсетеді. Яғни машина жұмыс жасау үшін энергия керек. Ол бір жерден берілу керек. Ол жоқ нәрседен энергия алып, өз-өзімен жұмыс жасай алмайды дейді. Бірінші заң, термодинамиканың бірінші заңы. Термодинамика екінші заңы жоққа шығаратын қозғалтқышты екінші текті мәңгі қозғалтқыш дейді. Екінші заң бір денені салқындату жолымен ғана жұмыс жасайтын машина шығару болмайтынын көрсетеді. Бұны қысқаша былай айтады. Екінші текті мәңгі қозғалтқыш жасау мүмкін емес. Яғни термодинамиканың екінші заңының қысқаша тұжырымдамасы. Қайталай айтамын. Термодинамиканың екінші заңы қысқаша түрде екінші текті мәңгі қозғалтқыш жасау мүмкін емес дейді. Ол қозғалтқыш салқындау арқылы ғана жұмыс жасай мүмкін емес дейді. Ол мысалы дене өзінің ішкі энергиясын қолданып жұмыс жасайтын болса, уақыт өте бұл ішкі энергияда не істейді? Таусылады. Таусылғасын машина тоқтайды. Яғни бұндай машина жасау мүмкін еместігін көрсетеді бұл заңдар. Бұл суретте тарихта орын алған адамзаттың, яғни осындай мәңгі қозғалтқыш жасауға тырысқанын көреміз. Яғни олар айтады, мына дисктегі мына шариктар өз-өзімен айналып, осы дискті қозғалысқа келтіреді дейді. Бірақ бұл мүмкін емес. Бұл бір уақыттан кейін тоқтайды. Үйкелістің арқасында жайлап тоқтайды. Екінші суретте дәл солай. Осы шариктар берілген дискті қозғалысқа мәңгі келтіреді дейді. Бұл да мүмкін емес. Уақыт өте бұл да тоқтайды. Бұндай машиналар шектеу қоятын, жаңа жоғарыда айтқандай, термодинамиканың бірінші және екінші заңдары. Барлық жылулық машиналар
қанша болғанымен ол екі түрге бөлінеді: жылу қозғалтқыштары және суытқыш қондырғылар. Суытқыш қондырғылар ол мысалы тоңазытқыш. Ал жылу қозғалтқыштарына бізде іштен жанатын қозғалтқыштар айтуға болады, бу турбиналар айтуға болады. Жалпы жылу қозғалтқыш дегеніміз отынның ішкі энергиясын механика энергия айналдыратын, сол арқылы жұмыс жасайтын қондырғылар айтады. Яғни мысалы машина біз бензин құйсақ, ол жанады, жанған ол энергия бөледі, сол энергия бізге механика энергия түрленеді, сол арқылы бізде автомобиль қозғалысқа келеді. Мына суретте бізде екі түрін жазғанбыз: бу турбинасы және іштен жанатын қозғалтқыш. Бу турбинасы ол мына қалақшаларға бу түсу арқылы қозғалысқа келеді. Суреттен көріп отырғанымыздай бізде мынау сопло деп аталады, бұдан бу шығады. Бұл қалақшаларға тиеді және бұны қозғалысқа келтіреді. Сөйтіп бізде мына дискіміз, ротор диск деп аталады, қозғалысқа келеді. Ротор диск білікке бекітіледі. Осы арқылы бізде бу турбинасы жұмыс жасайды. Екінші ол іштен жанатын қозғалтқыш. Ол мысалы машинадағы моторларымыз біздің. Іштен жанатын қозғалтқыш мына төрт цилиндрден көріп тұрмыз, 4 цилиндр тұр мында клапандар. Мынау бізде иінді білік, бізде мына үлестіруші білік, мынау бізде маховик, мынау подшипник тұр мына жерде. Осы туралы қазір басқа суреттен толығырақ айтайық. Бұл суретте 4 тактілі, 4 поршынды іштен жанатын қозғалтқыш көрсетілген. Бірінші поршын төмен қарай түсе бастағанда, оның қапталындағы клапан ашылады да жанғыш қоспа цилиндр ішіне қарай сорыла бастайды. Міне мұнда бізде сорылып отыр жанғыш қоспа. Клапан бізде мына цилиндр төмен қарай қозғалып барады. Сол кезде бізде мына іші жанарммен толады, жанатын қоспамен толады. Екінші цилиндрде жоғарыға қозғалғанда осы жанғыш затты ол қысады, яғни сығады дейміз, сығу процесі. Осы сәтте үшінші поршынде электр ұшқыны пайда болады. Электр ұшқыны, искрауы. Сол кезде біздің жанғыш қоспамыз жанатта жұмыс жасайды, төменге қарай итереді поршынды. Оны жұмыссыз жүріс деп атайды. Кейін төртінші поршын жоғары көтеріліп, жұмыс істеген газды сол қапталда ашылған клапан арқылы сыртқа шығарады. Бұны шығару жүріс деп атайды. Сонымен бірінші цилиндр бізде сорады жанғыш затты, екінші оны сығады, үшінші бізде ұшқын берілгеннен кейін жанғыш затымыз, қоспамыз жанатта жұмыс жасайды, төмен қарай итереді. Үшінші соны шығып, жоғары қозғалып, жанған затты қалдығын шығарып тастайды. Қорыта келгенде, осылайша қозғалтқыштардың бір толық циклі мына 4 процестен тұрды: сору, сығу, жұмыс және шығару жүрістері. Әр поршын кезегімен өз жүрістерін қайталап отырды. Әрбір толық цикл өткен сайын қозғалтқыштың қандайды бір цилиндрінде газ кезектесіп жұмыс жасайды.